Менің айтатын ұсынысым сізге. Ол сіздің қолыңызда тұр. Сіз өкілетті адамсыз. Соның кейін ойыңызда болу керек дегенім. Гимназиялар можно жаңа сіздер айтқанша біз жай мектепте бізге ондай 6 сағат. Ол басшылық ойлайсың, 1 сағат дегенмен жоқ жетесіз. Жоқ, мысалы мен 3-ші класты мұғалім 2 сағат факультатив, 2 сағат үйірме болса, таңдау пәнін ағылшынға жібере салдық. Жаңағы 2 ненің өзін 1 сағатын берді, оны 0,5-тен 0,5 қып. Тағы біреуін тағы мына осыған дайындықты мына осы жолы берекелер көп болды, сол күні үйге шақырып сөйтіп дайындаймыз. Сіз өзіңіздің праваңызды неге қорғамайсыз? Сіз педсоветте авторлық бағдарлама жасап қорғаңыз. 6 сағатын мен ешкімге бермеймін, өзім аламын. Өзіміз нетеміз. Өзім аламын деді. Үйге алып келеміз, берекелер нетеміз солай. 6 сағат әрбір. Енді қаланікі басқа шығар, ауылдың бағдарламасында сондай 6 сағат. Оған мен міне оған Айжан өтірік алдауға маған не бермейді. 6 сағат. Мен сізге келешек ұсыныс енді болып жатса. Солай болу керек. Ал енді келесі мектеп. Келесі мектеп. Талғар қаласы 405 бала бар бүгінгі таңда. 24 класс комплектісі бар. Сол 2014-2015 оқу жылында біз осы эксперимент алаңын бізде енді А, Б сыныптары бар. Осы сыныптардың ішінде А сыныптарын енді мен ұжымға енді Нұршапаймен ақылдаса отырып, ұжымға енді зорлаған жоқпын. Бірақ бастауыш сыныптардағы бір сыныптар кіресіздер, құрметті ұстаздар деп, жаз кезінде Нұрша Азарбайқызын шақырып, мектепте 3 деңгейлік курсты өткізген болатынбыз. Мұғалімдер жаңа жұмысқа шыққан кезде тамыз айында. Сонымен мұғалімдер өздерінің келісімімен А сыныптың мұғалімдері толықтай осы эксперимент алаңына кіруге келісілді. Бірінші 4-ші сыныптан 4 сынып кіріп отыр, 5-ші сыныптан 1 сынып, 6-дан 1, 7-ші сыныптың мұғалімдері бұл жерде келіскен жоқ, ол мұғалімдерді мен зорлаған да жоқпын. Содан кейін 8-ші А сынып кірді және 9-ші А сыныптың мұғалімдері келіспегенде өздері келісім бермеді, мен зорламадым да 9-ші Б сыныбы кірді. Сонымен енді эксперимент алаңын алғаннан кейін бұл жерде мұғалімдерде кішкене қызығушылық пайда болып, жаңа айтып жатырмыз ғой, бәсекенің өзі неден туады? Бәсеке бала 1-ші сыныпқа келгенде, 1-ші жартыжылдықта балаға баға қоймаймыз. 3-ші тоқсаннан бастап баға қойған кезде ата-ана баласының бағасына таласқаннан туады. Әрбір ата-ана ой, мынаның баласы 5 алып қойды, мына 4 алды деген, ол әрбір жаңа бастауыш сынып мұғалімінде немесе 11-ші сыныпқа дейінгі әрбір сыныпта сынып жетекшіменен кездесетін ол жағдай. Енді осыларды ескере отырып, мұғалімдер шығармашылықпенен қызыға беріле жұмыс жасап отырды. Аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде біз осы желтоқсан айына дейін үлкен семинарлар, ашық сабақтар өткіздік. Ол өткізілген сабақтар қатысушылардың өте қызығушылығын жоғары деңгейде туғыза білді. Ол мұғалімге тағы да шабыт беріп, содан бізде жаңа кірмей қалған класстар болды ғой. Сонда кірмей қалған класстағы мұғалімдердің өзі де немесе жаңағы А классқа сабақ береді, Б классқа тағы да сабақ береді. Сонда Б класты қоса алып жүр бүгінгі таңда мұғалімдеріміз. Енді сонымен бұның нәтижесін бүгінгі таңда көріп отырмыз. Мінекей жаңа сабақтарымыз жоғары деңгейде өтуімен қоса кешегі күні өткен Кіші ғылым академиясының Алматы қаласында өткен конференциясында әдебиет пәнінен 2 оқушымыз 2-ші және 3-ші жаңағы орындарды иеленіп отыр. Енді бұл пәннің көп мұғалімдер ойлайды бүгінгі таңда сатылай комплексті оқыту дейміз, технологияның әрине түрі көп, бірақ та мұғалімдер сол технологияны күнделікті сабақ барысында қолдана бермейді. Оны мойындауымызға болады. Мұғалім технологияны қай кезде қолданады? Біз мысалға мектеп басшылары немесе мектеп әкімшілігі сабаққа қатысқан кезімізде мұғалімден осы жаңа технологияны, мұғалімнің жаңағы ерекше сабақ өтуін күтеміз талдау барысында. Ал бізде мұғалімдер не істейді? Ашық сабаққа дайындалған кезде керемет баланы да дайындайды, өзі де дайындайды, кімнен кейін кім айтатынын да бәрін белгілеп отырады, ол күнделікті практикадағы белгілі. Ал оның бәрі түсінген адамға жасанды түрде әдем өткен сабақтың өзі
қолдан деп әдемілеп бетін бояп қойған сабақ болып шығады. Ал енді мына осы технологияны мен өзім Нұрша Алжанбайқызы 12 жылдан артық уақыт білемін. Бірақ енді мен өзім мұғалім болдым сол мектепте, педагог организатор болдым. 2008 жылдан бері сол мектепті басқарып келе жатырмын. Сонда мектепте мені қолдаған жоқ болатын осы технологияны алып шығуға. Енді мінекей осы ұжымдағы бізде енді 50 мұғалім бар. 50 мұғалім бүгінгі таңда 11-і жұмыс істеп жатыр. Кеше күні осы жерге келе жатқанның өзінде ағылшын тіл мұғалімінің өзі бір класспенен кәдімгідей дайындап класын жаңағыдай осы жаққа баланы ағылшын тіліне қосып отыр. Тек қана қазақ тіліне ғана тән деп айтады. Ол мен ойлаймын осы жалқау мұғалімнің сөзі деп ойлаймын. Себебі бізде математика пәнінің мұғалімі осы жаңағы талдауға эксперимент алаңына бірінші кезекте 6-шы А сыныбының жетекшісі және математика пәнінің мұғалімі осы талдауды алды. Сіздерге өтірік, маған шын. Ақпан айында мұғалім 2 айдың ішінде бүкіл 6-шы кластың математика оқулығын аяқтап тастады. Сонда оқушылар тақтаға шығып, ана есепті шығарып, есеп шығарғаннан бұрын ана ережені жаттап тұрып, сондай деңгейде ана жерде кез келген сабағына кірсең, уже тақтада оқушыға тақта жетпей жатады. Енді сондықтан да бұл келесі жылы болашақта енді физика пәнін, биология пәнін, география пәндерін бүгінгі таңнан мұғалімдерге енді оқулықтармен таныстырып жатырмыз. Сол пәндерді қосуды жоспарлап отырмыз. Енді бұл технология өте тиімді. Әрине осы жерге қатысып отырған баршамыз да білеміз. Енді ол осының тиімділігін арттыру үшін өзіміздің мектебімізде осыны кеңінен таратып, биылғы жылы 205 бала осындай олимпиадаға келіп отырса, болашақта бұдан да саны 2 есе, 3 есе мыңға жететіндей дәрежеде болсын деп ойлаймыз. Енді әрбір осы эксперимент алаңына әрқайсыларыңызды кіруге шақырамыз, себебі бұл өте тиімді. Жоғары. Жаңа 6-шы А сыныптағы математика пәнінен сапаны 80% білім сапасын көрсетті. Ол жерде бала, осы 3-ші тоқсанда, бала ол жерде жаттап отырған жоқ. Бала жаттаған өзі дағдыменен соның бәрін біліп, жаңа нәтижесін көрсетіп отыр. Енді сондықтан да осындай жетістікке баршаңызға жете беріңіз деп ойлаймын. Неке тарих пәнінің мұғалімі келіп отыр. Ол қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі келіп отыр осы жерде. Енді бір математика пәнінің мұғалімі, бір тарих пәнінің мұғалімі, бір ағылшын тілі, содан кейін бастауыш сыныптардан 4 мұғалім, барлығы 11 мұғалім осы эксперимент алаңында жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан да жаңағы ата-ананың жаңа бәсекеге қабілеттілігін арттыру дейміз, баланы арттыру дейміз. Сонда осы жердегі бәсеке осы сыныпта отырған оқушылардың ортасында туып жатыр. Себебі ана бала кішкене талдауы төменде болып қалса, одан да артық талдауға жаңағы өзін ұмтылып, сол нәтижеге жетіп жатыр. Ал енді екінші параллель класстағы сыныптар келеді. Бізде осындайды толықтай бізде өтейікші. Енді қалған пәндер бар ғой, қалған пәндерді апай осылай өтуге рұқсат беріңізші дейді. Енді оны болашаққа тағы да жоспарлап отырмыз. Сондықтан да енді айта берсек, бұл технологияның жетістігі өте көп. Бағана Нұрша Алжанбайқызы айтты, мінекей математика пәнінің мұғалімі енді оқулық авторлығына шақырылып отыр. Енді 10-шы класста былай қарағанда қазақ тілі әдебиеті осы технологиямен оқылып жатыр білеміз. Сондықтан да өзіміздің төл технология дейміз, осы төл технологияның даңқын асыруға баршамыз енді ат салайық деп ұмтылсамыз. Мен сізге бір әдемі сөз арнағым келіп тұр. Істің тетігін тағдыр шешеді дейді. Қағида бұрыннан бір білесіздер. Бірақ мына аудиторияда бүгінгі біз бас қосқан бір директор жоқ, мына кісі мектептің директоры. Қазақ тілі әдебиеті сабағынан берген өзі бастаған сол кезде. Ал енді осы кісі сияқты білікті басшы басқарған мекеме, мектеп ол заман көшінен қалмайды. Мен оған кепілдік бере аламын. Сізге көп рахмет. Тамаша, мен жасты айтып көрдім сіздің. 11 мұғалім жұмыс істейді. 11 мұғалім деген ол армия. Алып кетеді ол. Ол қозғаушы күш бола алады. Олар көшбасшы бола алады.
Оның үстіне Ардақ деген математик туралы Нұрыш апай айтқан. Өте тамаша. Бүгін мен куә болдым оған. Алма екеуміз куә болдық. 3-ші класстың баласы 2-ақ пәннен келген. Бірақ сұрадық, енді сізге де мен өз жұмысымды айттым перерывда. Қанша уақыт дайындалдыңдар? Бар ма таңдау пәннен деп едік, 1 сағат бар. Ол үшін оқушыны ұрыспаңыздар. Ақырын оқушыдан сұрады. Жаттап бердіңдер ме, жоқ сабақ бойы өтесіңдер ме, оқу өтесіңдер ме? Бұл жерде шапай. 2-ақ пәннен келген, бірақ балалар өте сауатты. Біз соған қатты риза болдық, сауаттылығын алып. Кейбір командалар буынды дұрыс бөлемей жатыр, тасымалымен буынды ажыратамай жатыр. Көп шатасулар болды енді. Ал сіздің балалар бір жерде шатасқан жоқ. Біз оған риза болдық. Тіл мен әдебиеттен. Бірақ математика қайда, дүниетану деген қайда дегенде жоқ болып шықты. Бірақ сіз ереже бойынша 4 пәнмен келуіңіз керек. Болашақта ол болады. Ана кейбір директор сияқты құлақ қағыс айтып қояды сізге. Жамбастың астына баспаңыз, 6 сағат түгел беріңіз, аямаңыз. Жұмысты да аямаңыз, сағатты да аямаңыз. Сонда бізде міне келесі жылы сіздермен осы сізге барамыз. Сонда жарқырап көрінесіз, жарқыраған жұлдыз боласыз. Иә, жұлдыз боласыз. Дұрыс қой, жамбастың астына баспаңыз. 6 сағатты, иә. Жұмысыңызға тапшылық жасамаңыз. Енді бұл жерде басшылар нәтижеге жетеді. Бұл жерде сағат кез келген мектепте мысалға ол жаңағы сыныптың комплектісіне байланысты сағат шығады, оны мұғалімдер барлықтарыңыз білесіздер. Енді ол жердегі жаңа вариативтік, инвариативтік деп айтамыз екен ғой. Бұл жерде біздің енді әр мектептің басты ауруы бізге келетін 11-ші класстағы балалар. Енді сол жердегі мұғалімдер ертеден кешке дейін жүреді дейміз да, ол біздің қателігіміз. Енді ол сіз бағана айтқаннан бері өзім ойлап отырмын ғой. Себебі бір мұғалімге көз қысты болып жатыр. Бұл жерде бармақ басы көз қысты емес. Біздің мектепте, біздің ұжымда мысалға 99% мұғалім. Мен оны қапталап жатпаймыз. Жоқ, бұл жерде мұғалімдердің қызығушылығы бұл жерде. Мұғалім маған артық сағат бермедіңіз, менің сағатымды жеп қойдыңыз демейді. Мұғалімге соған енген, жаңағы осы алаңға енген оқушы түстен кейін оқыса, таңертеңде мектепте мұғалімнің артында жүреді, бір жақсы несі. Біз қосымша сабақты мұғалімге бергенде, қосымша сабаққа біз баланы әкеле алмайтын кезеңдер болады, дұрыс па? Бұл жерде ана сумкасын көтеріп, неге келмесе, апай мен талдауға келдім, мұғалімнің артында жүреді. Жаңа жетістігі. Болашақта бөлдерсеңіз 8 жүреді. Сіз айтқанда бөлеміз болашақта. Мұғалімге қандай мотивация ол? Рахмет, тамаша. Табыс дейміз, келесі жылы биіктен көрдіңіз. Ал енді қалған мектеп, сіз қай мектеп таныстырып өзіңіз? Мен осы 74. Енді бізде өздеріңіз білесіздер, 9-1 сыныптарымен, содан кейін 1-5 сынып қостық. Бұл жалды байына өтте нашар класты бізге эксперименттік класты ашып берді. Осы қызықтайтыныңыз өзі тамаша. Осы қызықтайтыныңыз. Ана гимназия классын алмайыз. Біздің класстан олимпиадада отырған жүйе апайға айттым мен. Бұл балалар 2 мен 3 балалар болды. Балалардың мүлде отыру дағдысы жоқ. Оқу дағдыны өз алдына қойып, отыра алмайды балалар. Өте нашар, не жаза алмайды дұрыс. Есте сақтау қабілеттері өте төмен болды. Соны не Нұрболдың жанында. Нұрболда сөйтіп класс жетекшісі болды бұл бала. Содан кейін мен Нұрболға айтамын, мә Нұрбол енді қайттық, мынадан біз ештеңе шығара алмаймыз деді. Мынадан түк шықпайды деді. Нұрбол айтады, апай қорықпаңызшы, бірдеңе шығарамыз, әйтеуір бірдеңе шығарамыз, қорықпаңызшы. Сөйтіп қорықпай жүріп, ең бірінші ата-анамен жұмыс жасадық. Ата-анамен қайта-қайта жиналыс шақырдық. Ата-аналарға балаларына дәптер сатып беруін, папка сатып беруін үйреттік. Ең бірінші ата-аналарды үйреттік. Содан кейін бар балаларды үйреттік. Одан кейін мектепшілік олимпиадалар басталып, балаларымыз бірінші жарты жылдықта 15%-тен 40%-ге жеттік сапарымыз. Орыс тілінен. Қазақ тілінен
мен өзімнің пәнімді білемін ғой, одан кейін бірінші жартыжылдыққа біткеннен кейін олимпиадамыз басталды, мектепішілік олимпиадамыз. Содан мына ағылшын қызды мектепішілік олимпиадаға алып барып, 4-ші мектепте алып барып. Бұл деген бәрілер жылап, жоқ апай, олар ештеңе білмейді, олар әуелі әріп танымайды, әріп таныған, оқығанды қойып әріп танымайды деп жылап. Содан кейін мен айттым, бұл балалар уже үйреніп қалды, бұлардың дағдылары бар. Сен қорықпа десем, жоқ қорқып, бұл дегенім алғысы келмейді. Содан кейін 4-ші мектепке алып бардым, сол 4-ші мектепті айтайын деп тұрмын. 4-ші мектептің балалары сақылдап, сарнап сөйлегенде, мына Шахназ баба ханымның ауыз ашылып қалды. Содан бастап бұның неменесі оянды, қызығушылығы пайда болды. Сол міне сіздерге өтірік маған шын, өзіне шын. Міне марттан бастап майға дейін сіз өзіңіз көрдіңіз, балаларымыз қалай болып тұрған. Сол әріпті дұрыс айта алмайтын балалар болады. Сонда Нұрша апай айтты, біз гимназический классты алмаймыз. Біз осындай классты көтерейік. Әйтпесе гимназический класс өзіміз керемет болғанбыз деп бұл технологияны мойындамайды. Біз мына технологияны мойындатайық, қандай екенін көрсетейік керемет. Сөйтіп міне кереметтерін көрсеттік. Мына кісіне өзі отыр, өзі куә, енді мен өтірік айтсам. Ана екі баламыз бар, мына Нұрбол екеуміздің жақсы көретін Дәурен деген, содан кейін Берік деген. Соны келе салсымен бұл Шахназ баба ханым айтады, ана Берік пен Дәуренді алып тастау керек дейді. Неден жанымыз шығып кетеді, Берік пен Дәуренді қайтып алып тастаймыз. Бұл біздің ең керемет баламыз. Енді қазір өзіне көзі жетті соған. Сонда сіздерге айтайын дегенім мен. Бұл және сіз айтып жатырсыз ғой, кешегі қарына. Балаларды қосымшаға қуалап кіргізе алмаймыз. Шынында да қуалап кіргізе алмаймыз ғой, қанша шақырсақ та келмейді ол балалар. Ал біздің балаларымыз біздің соңымыздан еріп жүріп қосымша бола ма? Қосымша бола ма? Енді бізде жұмысымыз да көп. Ақша төлейсіздер ғой. Ақша төлейсіздер ме? Жоқ, мұғалімге жаңа мектеп компанияда оқушыға қандай жоқ? Қазір енді ата-аналарымыз бізге рахметтерін айтып жатыр. Және бір ата-анаға қайта көрмейді, қапыға қырамыз деп бізді апайларым. Бірақ іс-әрекеттің тірлігін жақсы екен, рахмет айналайын. Есігін рас. Айт. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің 74-ші мектепте өтіп жатқан мерекеге қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бізде эксперимент осы алғашқы биыл Астанада жұмысымды бастап жатырмын. Енді бұрын-соңды 2009 жылдан бері бұл технологиямен араласып айланысып келемін. Бұл технологиямен сапа кешенді оқыту технологиясымен мен биылғы 11-ші сыныпта тастап осында келдім. Ол 11-ші классымен мен байланыста боламын. WhatsApp деген қазір жақсы болды ғой. Ағай, біз қазақ тілге назар аудармаймыз. Біз қазақ тілді 5 минутқа жеткізбей белгілейміз деп. Кемі 24-25, кем білмейді дегені 17-18 дедім көрсетіп жатыр. Бұл технологияның тағы да бір ерекшелігі айтылым, жазылым, тыңдалым деген дағдыға өте өзінің басында оқушыны бізге оқушыны қалай бөліп берді. Дұрыс отыра алмайтын, жаңағы жұмыс істей алмайды деп жақсы оқушымен мұғалім жұмыс істеп кете беріп, жаңағы балалар саяда қалып қойған балалар бізде келді. Біз ең бірінші онымен қалай алыстық, тәртіпке шақырдық. Оны ең бірінші қалай отырып тұрғызуды үйреттік, қалай сөйлеуді үйреттік. Содан кейін бірте-бірте үнемі жұмыс жасау арқылы біз баланы жоғары деңгейге жеткіздік. Үнемі бұл сатылай кешенді оқытумен күнделікті жұмыс жасап отырсаңыз, ол сіздің еңбегіңіздің жұмысы. Кейбір ата-аналар басында келіспеді, сіз немен оқытасыз, бұл қандай жүйе, бұл ғылыми тілде, бұны университет, колледждерде оқытады деді. Апай, бұл ғылыми тілде емес, бұл кәдімгі жүйе, осыған дағдыланады деп. Ал енді қазір өздерінің ата-аналарым қазір кешіп келіп жатыр, келіп қалуы мүмкін. Ол кісі жаңағы айтады,
өзі осы деңгейге жеткен кезде үйге қонақ келеді, басқа адамдар келеді, балам тұра қалады дағы сөз сұрайды дейді. Сөз беріңіздер дейді. Сонда сөз беріп, сол сөзді талдайды. Сонда жаңағы өзінің несін айтып жатыр да, баланың дағды арқылы келген. Ал қазіргі оқи алмайтын бала жоғары деңгейге жеткен кезде барлығы қуанышта. Мысалы өзіміздің осы мектептің өзіндегі күмәнмен қарайтын ұстаздар болды. Қалай сен мына балаларды сөйлетіп жатсың деп, оны күнделікті менің өтіп жатқан ашық сабағымнан көріңіздер деймін. Күнделікті сабағыма келіңіздер, сабақ барысында баланың дағдысын көресіздер. Енді құрметті әріптестер, рахмет. Тек бұл технологияны үзбеңіздер, тастамаңыздар, жүйелі жүргізсеңіздер, керемет дүние шығар. Көп рахмет. Аға, мына 74-ші мектепті мына Сухомлинскийдің қуаныш мектебіне айналдырыңдар. Иә, шынымен. Сен айтасың ба Шахназа? Ал айта ғой. 5-ші А сыныбының сынып жетекшісі Нұрбол ағай болды, гимназиясының сынып жетекшісі мен болдым. Мен қоймаймын, давайте менің сыныбым, давайте менің. Көзім жетпейді ана оқушыларға. Өйткені олар сентябрьде келгенде білім сапасы 5% көрсетті. Себебі жан-жақтан келген балалар бастауыш сыныпта кейбіреуі ағылшынды оқыған, кейбіреу мүлдем оқымаған оқушылар. Өте маған қиын болды, әркімге барып жалынып, мынандай қалай бағаласам болады? Әзіма Тұрысбековнадан барып сұраймын, айтыңызшы, жасыңыз үлкен. Сонында келіп, осы кіргіземіз дегеннен кейін мен Лариса апайға үлкен рахметін айтқым келеді. 33-тің мына конечныйына, ана конечныйіне барып, осы кісінің жаңағы сабағына қатыстым. Үйретіңіз деп жалындым. Бұл кісі маған өзінің Тәлімгер Лариса болды. Дұрыс, жазғанымызша. ары қарай өзім сонымен жаңағы ұйықтамай, қызығушылық. И жаңағы ерікпен дәуренде кетті, ол балалар, сондай балалар, кішкене мінездері тұйықтау. Жай сөйлейді, өздеріңіз де байқаған боларсыздар. Жай сөйлейді, дауыстар онша шықпайды. Мен айтамын, давайте бұл балаларды алып тастайық. Сосын келе-келе біз өзіміздің үйрету барысында ұлттық ойындарды қатыстырып жасадық. Ол жерде біз Рамтал апай, міне мына асыққан кезеңдері мынау сатылай осылай таңдай. Түрлі әдіс арқылы жұмыс жасаймыз. Кейде ұлдар мен қыздарды осылай ойнатып қоямыз, кім жеңеді екен. Ұлдар, қыздар бөлек. Осылайша жеткізмей жақсы. Бір секунд. Рахмет, Шахназа. Жақсы. Мен мұғалімдерім айтып жатқанда мен қалай айтыңыз. Мен осы мектепте ғылыми әдістемелік жөнінде орынбасар боламын. 74-ші мектеп гимназиясының мектебімізге қош келдіңіздер деймін. Сіздерге мектепті көріп жатырсыздар. Биыл ғана ашылған жаңа мектеп, бар жоғы 750 баламыз бар. Оның ішінде 450 бастауыш. Бастауышқа кірген, сентябрь айында кірген 9 сынып, бірінші сынып полностью осы сатылай кешендімен эксперимент алаңына енді. Ал енді жоғары сыныптарда қарап тұрып та ол технологияға енгізу үшін бізге ол технологиямен жұмыс істейтін адам керек. Ол технологияны түсінетін адам керек. Қарап отырып, қазақ тілі әдебиетінен, орыс тілі әдебиетінен, ағылшын жоқ, орыс тілі мен қазақ тілі ғана сертифицированный дейміз ғой, кәдімгі сертификат алған мұғалімдер. Ол кісілерді алып отырып, ең төмен басты алып отырмыз. Айтып отыр ғой өздеріңіз. Енді мен оның бәріне тоқталып кеткім келмейді, өйткені естіп отырсыздар. Қандай нәтижелер. Бірақ соның қорытындысы талмаған еңбек. Бұл кісілер күні түні демейді. Өйткені біздің мектепте жылдың басынан біз мектепшілік семинардың, мектепшілік олимпиаданың өзіміз қалалық деңгейде сияқты өткіздік. Қалалық санасы бойы бізде бөлек өтті. Мектепшіліктің өзіне біз 4-ші гимназияның, 8-ші гимназияның кәдімгі завучтарынан бастап мұғаліміне шейін отырғызып бізде өткізіңіздер, бізді көріңіздер, біздің балаларымыздың деңгейін көріңіздер деп, ол кісілер өткен Анур Шалжанбаевна бұл кезде өздеріңіздер білесіздер, аяғымен еңіп жатты. Оны өткіздік, одан соң қалалықты өткіздік өз дәрежесінде. Енді міне біздің мектебімізде республика өтіп жатыр. Мен өте қуаныштымын. Осындай біздің мектебімізге қаланың өзінен де, республиканың түкпір-түкпірінен де түрлі осындай мәдениетті өте, білімді, осы сатылай кешендіге жан ашитын ұшқыр білімді мұғалімдердің келіп жатқандарына қош келдіңіздер деймін. Мектебіміздің есігі әрқашанда ашық, мектебіміз өсе берсін, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Сатылай кешенді технологиясы өмір ұзағына болып жалғаса берсін. Рахмет сізге рахмет сізге. Нұр Шалжанбайқызы, мен ұмытып кетем бе аяқ жағынан? Хатшымыз аяқтайды.
Мен бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Қазір 5 мектепте эксперимент жүріп жатыр мына Астанадағы. 74 мен көңіліме қонып отыр. Грек мектебі. 74. Қазір 4-ші мектеп мына кісі сұрап отыр. Сіздің атыңызда ауылда жатып естіп жатырмыз математика, Марфуға, мықты математика.